Сәлеметсіздер ме? Номер 46 Ақтоты бөбекжай бақшасының тәрбиешісі Әбдімбекова Нұрила Жеңісәліқызы және менің тәрбиеленушім. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Айжан Альбина. Біз су бұрған жасайтын боламыз. Бүгін біз бұл тәжірибеде судың қысымы мен ауаның күшін байқайтын боламыз. Альбина, айта қойшы, бізге су бұрғағын жасау үшін қандай заттар қажет? Су құйылған бөтелке, трубочка, дәнген шар. Су құйылған бөтелкені аламыз. Түтікшелерді ішіне саламыз. Жарайсың, керемет. Бөтелкенің тесігіне түтікшелерді кіргізіп жатыр, иә? Енді су ағар жол жасадық, иә? Енді шарды үрлеп, бөтелкен қақпағына кигіземіз. Кәне, Альбина, енді шарыңды үрлей қой. Әкеле қой шарыңды. Енді шарды, осы мен саған көмектесейін, иә? Енді осы шарды алып не істейміз? Альбина? Бөтелкен қақпағына кигіземіз. Бөтелкені қақпағына кигіземіз, жарайсың. Міне, қарашы, қандай керемет су ағар болды, иә? Неге олай болды, Альбина? Өйткені себебі шардағы ауа бөтелкені қысқан кезде ішіндегі ауа суды итеріп шығарады екен. Сондықтан бұрқақ сияқты су жоғары көтеріледі екен, иә? Ал біз бұл тәжірибе арқылы нені көрдік, Альбина? Судың қысымын, судың ауаның күшін, Ауаның күшін. судың қозғалысын. Керемет, судың қозғалысын көрдік, иә? Ал тәжірибе өте қызықты болды ма? Ұнады ма саған? Су бұрқағы ұнады ма? Жарайсың, керемет. Тәжірибеміз өте қызықты болды. Ғылым бізге көп керемет құбылыстарды түсіндіріп береді екен. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.